Қайырлы күн, құрметті кәсіпкерлер. Біз көптен бері видео түсіруге уақытымыз болған жоқ. Міне көктем қалай шықты, солай бізде жұмыс та көбейді. Мен қазір шылаушанды аудару сәтін көрсетіп жатырмын. Міне. Күнде болса да түсіріп жатырмыз. Міне қараңыздар. Осы біз бұны бесақа деп атаймыз. Осы өте таза темір болғандықтан ауыр болғанменен қараңыздар, бір алған кезде бірнеше жердің көлемін бір-ақ алады. Міне. Бір аударғанда бірнеше жердің көлемін бір-ақ алып кетеді. Бізге бұны қатты аударудың қажет жоқ. Біз тек қана тығыздалып қалған шылаушандарды астына ауа кіргізуіміз керек қой, міне. Сол үшін жай ғана қопсытып кетеді, міне. Бұлай аударған кезде жердің бетіне шылаушандардың жұмыртқасы шығып қалмайды. Ал егер бесақамен төңкеріп тастайтын болсақ, онда шылаушандар жердің бетіне шығып қалады. Андай нелерді, жұмыртқаларын бәрі жердің бетіне шығып қалады. Жердің бетіне шығып қалмау үшін міне осылай жай ғана қопарып тастай береміз. Біз енді бұл бесақаны видеодан көргендіктен, видеодан көріп, бізде жігіттер жұмыс осын істеді. Не? Таза темірден істелінген. Көтеріп жүргенде ауыр, ал бірақ енді аударып жатқанда бұның ауырлығы сезілмейді. Өйткені біз бұны көтеріп жүрмейміз ғой. Не? Бір алған кезде үш бесақаның орнын бір-ақ алады. Әрі мынау 80-дік, енді 1 метрлік істесе ауырлау болып кететін шығар. Мынау 80-дік деген өте ыңғайлы бізге. Не? Бұны жас балаларда аударып кете алады. Жай ғана сығытып аударып кете беруге болады, міне осылай. Біз не үшін бұл жерді бұлай босатамыз? Өйткені су сепкен сайын мынау не тығыздалып қалады. Тығыздалғаннан кейін ішіне метан газ жиналады. Сол метан газдар шығарып тастау үшін біз осылай жерді бесақамен қопсытамыз. Түбегейлі аударып тастамай, жай ғана астына ауа кіргізіп тастап жатыр. Сол кезде бетіне шылаушандардың балалары, жұмыртқалары шығып қалмайды. Мына жақтың бәрін аударып болдық. Енді бұл жақтың бәрі аударылған. Үстін шөппен жауып келе жатырмыз. Енді аударып болғаннан кейін жақсылап суарамыз. Енді аудармай тұрып суаратын болсақ, мына жерден жүре алмай қаламыз. Аяғымыз кіріп кетеді басқанда. Қазір үстін басып жүріп жатырмыз. Үлкен, көлем үлкен. Мыналардың бәріне қазір фонтандарын қайтадан жайына қоямыз. 3 грядкаға фонтандарын қойып, қайтадан сол фонтандарменен суарып бастаймыз қазір. Салқын түскенге суарамыз қазірге. Мынаны бір аударып, үстін жауып тастаймыз. Міне, осылай оңай, тез аударылатын бесақа істеттік. Өйткені жаздың күн ауа райына қазір қараңыз, 41-42 градус па бүгіннің өзінде сулар тез кеуіп кетеді. Кейде күнара, кейде күнде су себуге тура келеді. Біз мынаны қараңыздар, несін сабанын өте қалың тастағанбыз. Сабанын қалың тастағандықтан 2 күнге жетеді. 2 күн, 3 күнде суарамыз. Күнде емес, 2-3 күнде суарамыз. Бетіндегі сабаны қалың, астында жақсы ұстап тұрады. Мынандай шлангалар, мұз жерге шлангалар қойылған. Мында тамшылатып суаратын шлангаларымыз бар, мынандай. Міне мынандай тамшылатып суаратын шлангымыз бар. Осыны қазір қайтадан жайына тартамыз, тартып шығып, осы шлангы екі жаққа фонтан сияқты шашып тұрады. 3 грядкаға де үшеуін қайтадан қойып шығамыз. Міне, уже аударып жатырмыз мына жерде. Мен сіздерге бүгін жаңа бесақамен аудару сәтімізді көрсеттім.